Егер бір адамда қандай да бір сынақ болатын болса, жеке басында, кәсібіне байланысты, бала шағасына байланысты деген сияқты. Бұл сенің күнәларыңның жазасы деп айту, сырттан айту, ол абайлау керек өйтіп айтудан. Өйткені бұл адамды білмейтін нәрсесімен айыптау болып есептелінеді. Көрмеген нәрсесімен айыптау болып есептелінеді. Адам егер өзі ойлап отқан болса, мүмкін бірдеңе біледі. Жаңа біреу сырттан өйтіп айта алмайды. Тек қана айта алады, бұл сынақ, сабыр қылыңдар деп. Ал күнәларының жазасы деп мұсылманға айтылмайды. Өйткені Алла Құранда айтты, «Вақулу линнаси хусна», адамдарға жақсы сөз сөйлеңдер деді. Ахаббул аъмали илаллахи суррун фи қалбил муъмин. Аллахтың жақсы көретін амалы мұсылманның жүрегіне кіргізген қуанышың деді. Ал енді біреудің сендердің күнәларың жазасы деп, ол жаман ойға түсу дегенді білдіреді. Ал мұсылман туралы дәлелсіз жаман ойға түсу күнә болып кетеді. Құран аятында келген сияқты, «Я аyyuhallazina amanu ijtanibu касиран миназ занн, инна баъдаз занни исм». Иман келтіргендер, кейбір дәлелсіз ойлардан сақ болыңдар, өйткені кейбір ойлар күнәға ұласады деген. Сонда тәпсір ғалымдары мұсылманды дәлелсіз мұсылман туралы жаман ойға түсуді айтқан.